Ақмола облысында коронавирусқа байланысты жаңа шектеулер енгізілді. Өңіріміздегі эпидахуалдың өзгеруі жаңа жылдық мерекемен тікелей байланысты деп отыр мамандар. Халық мерекеде жиын тойларға барып, карантин талаптарын мүлдем ұмытқан көрінеді. Облыс бойынша жоғары өсім Көкшетау, Степногорск қалалары мен Сандықтау ауданында байқалуда. Осыған орай сауда және қоғамдық тамақтану объектілерінің жұмыс уақыты қысқарды. С 14 января 2021 года ужесточены карантинные меры. Ағымдағы айдың 14-нен бастап карантин шаралары күшейтілді. Қоғамдық тамақтану орындарындағы қызмет көрсетуші персонал қорғаныс құралдарымен ғана қызмет көрсетулері тиіс. Ал мерекелік жиындар өткізуге әлі де рұқсат жоқ. Ауданы 2000 шаршы метрден асатын сауда орталықтары сенбі және жексенбі күндері жұмысын тоқтатады. Тамақтану бойынша уақыт пен орын сандағы шектеулерде де өзгеріс бар. Яғни орын саны осыған дейін 50 болса, енді 30 орынға дейін қысқартылды. Уақыт бойынша да 24:00-ге дейін жұмыс істесе, қазір 20:00-ге дейін ғана қызмет көрсетеді деп мәлім етті басқарма басшысы. Жаңа шектеулер 2 аптаға созылады. Ақмола облысы COVID-19-дың таралу қарқыны бойынша әзірге қызыл аймақта.